Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Мысалы, парламентте бір депутат келіп, екінші депутат кетіп жатады. Парламентте топырлаған жүздеген депутаттар, біреу кетіп жатады. Солардың арасында ең көп депутаттық мерзімді атқарған адам, былайша айтқанда, кім көп парламентте отырды деген жағдай жарыс қой енді. Кім көп парламентте отырды? Соған байланысты қызықты статистиканы кезіктіріп қалдым. Енді қараңыздаршы, парламентте ең көп отырған екі адамның есімі есімде қалды. Оның екінші орындағы адамды айтайын. Бұл адамды сіздер жақсы танисыздар. Бұл адам Назарбаев отставкаға кеткен кезде жылап жіберген адам. Яғни Азат Перуашев. Назарбаев отставкаға кетіп жатқан кезде жылап жіберген депутат қой. Ол шамамен 13 жылға жуық сол парламентте қызмет атқарған депутат, былайша айтқанда 13 жылға жуық депутаттық қызмет атқарған. Ал енді көптен күткен бірінші орын. Қазақстанда ең көп жыл депутат болған, шамамен 18 жылдай депутат болған адам кім деп ойлайсыздар? Бұл Нұртай Сабильянов. Сонау 2004 жылдардан бастап бұл адамның депутаттық мерзімі басталған, яғни депутаттық қызметі басталған. Содан бері қаншама шақырылымның депутаты болып отыр. Шамамен 18 жылда депутат болған адам бірінші орында Қазақстан бойынша. Алайда депутаттардың біреу жаңағыдай 10 жылдан астам, біреу 18 жылға жуық депутат, 15 жыл депутат деген сияқты. Бірақ олардың біреуі Нұрекеңе жетпейді ғой, қанша дегенмен. 91 жылдан бастап Қазақстанның президенті болып 2019-ға дейін президент болып отырған адамның билігіне жетпейді ғой. 91 жылдан бастап 2019 жылға дейін президент болған Нұрекең бірінші орындағы қашанда.